Шыңғыс Айтматов. Ақ кеме. Таудың қойнауындағы орманшы бекетінде 7 жасар жетім бала атасы Момынмен бірге тұрады. Атасы мейірімді, көнбіс адам, ал бала қиялшыл, сезімтал. Ол әкесін ешқашан көрмеген. Анасы қаладан алысқа кеткен. Енді қайтып оралмайтынын бала жүрегімен сезеді. Күн сайын бала биік шоқыға шығып, атасының биноклімен алыстағы ыстық көлге қарайды. Ол жерден су бетінде жүзіп жүрген ақ кемені көреді. Міне, менің әкем сол кемеде жұмыс істейді. Егер мен балыққа айналсам, сол ақ кемеге жүзіп барамын. Сәлем, әке, мен сенің ұлыңмын, дер едім. Кешкісін Момын ата балаға бір ескі аңызды айтып береді. Бұл Бугу руының шығу тегі жайлы аңыз. Ерте кезде жаулар бүкіл бір руды қырып салды. Тек бір ұл мен бір қыз ғана тірі қалған екен. Жау оларды бір кемпірге өлтіруге тапсырады. Бірақ дәл сол сәтте ормандағы марал ана келіп, «Бұл балаларды маған беріңіздер. Мен өсіремін, адам етемін», деп сұрапты. Кемпір келісіп балаларды маралға береді. Уақыт өте келе балалар ер жетіп үйленеді. Бала туғанда марал ана оларға бесік әкеліпті. Олар осылайша жаңа ру құрыпты. Бірақ жылдар өте бай адамның балалары өз әкелерінің зиратына маралдың мүйізін қою үшін орманға барып, барлық маралдарды атып өлдірді. Қалған маралдар орманнан безіп кетті. Бала бұл аңызды жүрегіне сақтап, марал анаға ерекше құрметпен қарай бастайды. Орманшы бекетінің бастығы Оразқұл қатыгез, ашушан, ішімдікке жақын адам. Оның әйелі Бекей, Момынның қызы. Олардың балалары жоқ, сондықтан Бекей үнемі мұнды. Бір күні Момын немересін мектептен алып кетуге барайын деп тұрғанда, Оразқұл оны тоқтатып, ағаш тасуға бұйырады. Атасы кешігіп кетемін дейді. «Сен кімсің, бұйрықты орындамайтындай?» деп Момынды басынан ұрып, денесінен тепкілеп тастайды. Момынның аузы қанап кетеді. Бірақ ол үнсіз төзіп, немересін алып кетуге асығады. Атасы мен бала мектептен оралғанда үйде айқай шу болады. Бекей әкесіне ашуланып тұр. Сен неге үндемейсің, әке? Оразқұл мені ұрды, үйден қуып жіберді. Енді сені де жұмыстан шығарды. Сен оның аяғына жығылып, кешірім сұра. Момын шарасыз күйде Оразқұлдың алдына барып, тізерлеп кешірім сұрады. Сол сәтте бала терезеден маралды көрді. Марал ана, тәтем мен жездем бала сүйсе екен. Сен соларға сәби берсең ғой. Сол күні бала далаға шыққанда, қазаннан аңқыған еттің иісі сезіледі. Ол еттің иісін танып қояды. Бұл маралдың еті. Кенет ол көрші үйдің алдындағы көрініске көзі түседі. Мас Момын ата мен Оразқұл өлтірген маралдың етін бөліп отыр. Жоқ, бұл менің атам емес. Ол маралды өлтіре алмайды. Ол менің ертегімдегі батыр еді ғой. Сол кешкі аста бала етке қолын да тигізбеді. Қарны аш болса да жүрегі лоқсып, барлығына жеркене қарады. Оразқұл Момынға маралды өлтіруге бұйырады. Амалы болмағандықтан Момын ата барып маралды өлтіреді.
Бала үнсіз үстелден тұрып далаға шығып кетеді. Ешкім оны байқамайды. Ол көлдің жиегіне келіп, өзін балық сезініп, судың ішіне сүңгиді. Мен балықпын. Су асты әлемі мені күтеді. Алдымда ақ кеме. Мен әкеме жетемін. Ол мені құшақтап алады. Су лезде оны тереңге тартып әкетеді. Ол қайтып оралмады. Қорытындысы: бұл баланың әділетсіздікке, қатыгездікке, үмітсіздікке қарсы үнсіз қарсылығы. Оның арманы адалдық, махаббат және мейірім жететін әлем. Бірақ бұл әлемде олай болмады.